Бауыржан Момышұлы қазақтың батыры, әйгілі жазушысы, Ұлы Отан соғысының даңқты қолбасшысы. Ол 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы Қызылорда қаласындағы педагогикалық техникумды аяқтайды. Еңбек жолын мұғалім болып бастайды. 1938 жылы Қызыл армия қатарына шақырылып, 1941 жылы майданға аттанады. Ол Москва түбіндегі шайқаста ерекше көзге түсіп, атақты генерал Панфиловтың басқаруымен 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында ерлік көрсетеді. Ол әскери тактика мен патриоттық рухты ұштастыра білген қолбасшы ретінде тарихта қалды. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы қаруын қаламға айырбастады. Оның артымызда Москва, ұшқан ұя, соғыс психологиясы секілді еңбектері қазақ әдебиетінің алтын қорына енгізілді. Артында өшпес ерлік пен өнегелі сөз қалдырған тұлға ретінде халық жадында мәңгі сақталды. Республикамызда Бауыржан Момышұлы атындағы 11 мектеп бар. Атырау облысында 2 мектеп. Біреуі Құрманғазы ауданы Асан ауылында, біреуі Атырау облысы Ақсай ауылында орналасқан. Батыр есімімен аталған мектептердің барлығы батырдың ерлігі мен рухани мұрасын жас ұрпаққа жеткізуді мақсат етеді. 1987 жылы қыркүйек айында Ақсай ауылында 624 орындық мектеп ашылып, Бауыржан Момышұлы атағы берілді. 1987 жылдың қыркүйек айында Өтеу Құрманбай Өтеуұлы жаңа ашылған мектепке директор болып тағайындалды. 1994 жылдан 2006 жылға дейін Имашев Асқар Даконұлы мектеп директоры қызметін атқарды. 2016 жылдан бастап өмірінің соңғы жылдарына дейін Шупкалиева Шынар Құттығалиқызы осы білім беру ұйымында басшылық қызмет атқарды. Қазіргі уақытта Айтпанова Зина Тірегенқызы басшылық етуде. Қазіргі таңда мектебімізде барлығы 116 педагог қызмет етеді. Жалпы білім алушылар саны 1606. Ел басына күн туғанда ел үшін атқа қонған, отанын өле-өлгенше қорғаған қаһарман Бауыржан Момышұлы. Ол жауынгерлік тәртіпті, батырлықты ғана емес, рухани биіктікті дәріптеген тұлға. Осындай ер есімі берілген мектепте білім ала отыра, оның даңқты жолына тағзым етеміз. Уақыт өтсе де ұрпақ ауысады. Алайда кей адамдардың есімі мәңгі есте қалады. Бүгін біз Бауыржан Момышұлының рухы орнаған қасиетті білім ордасында бірге оқып жүргенімізді мақтан етеміз. Ерлігімен елді, еңбегімен жерді сүйген тарлан тұлға. Бізге қалдырған ең асыл өсиеті тәртіпке бағынған құл болмайды деген бұл сөз. Осындай дара батырдың есімімен аталған мектепте білім алу біз үшін тек мәртебе емес, бұл жауапкершілік, бұл рух пен намыс жүрген арқылы. Осындай қасиетті білім ошағында оқып жүргеніміз біз үшін мақтаныштың биігі.